Артериялық гипертензия немесе халық тілінде айтқанда давлениенің көтерілуі немесе жоғарылауы, яғни систолалық артериялық қысымның 140-тан, ал диастолалық қысымның 90-нан жоғары болуын және тек қана жоғары емес, үнемі тұрақты түрде көтерілуін, мысалы тыныштық жағдайда болсын, кез келген түрлі уақытта өлшеген кезде кем дегенде біз 3 рет өлшейміз. Бұл диагноз қоймай тұрып, сол уақытта жоғары болуын біз артериялық гипертензия деп атаймыз. Бұл артериялық қан қысымының дәрежелері болады. Бірінші дәрежесі 140-тан 160-қа дейін, ал асты, яғни диастолық қысым 90-нан 99-ға дейін жүреді. Ал екінші дәрежесі 160-тан 180-ге дейін, ал асты 100-ден 109-ға дейін. Ал үшінші дәреже бұл өте қауіпті, 180-ден жоғары болуын айтамыз. Ал бізде келесі түрі ол оқшауланған систолалық гипертензия, үсті 140 болғанмен асты оның 90-нан төмен болады. Бұл көбінесе үлкен жастағы ер кісілерде кездеседі. Бұл артериялық қан қысым жоғарылаған кезде қандай адам сезімде болады? Ең бірінші, бастың именно желке тұсындағы қатты тартып ауырсыну, яғни ол таңертең уақытта, мысалы ұйқыдан оянған кезде болуы мүмкін, эмоционалды, яғни стресс жағдайларында кешке қарай күшеюі мүмкін, және де бас айналу, көздің алдының қарауытуы, ұйқысының бұзылысы, мазасыздану, көру қызметінің нашарлауы және де жүрек тұсындағы ауырсынуды науқас сезетін болады. Бұл артериялық қан қысымының дамуының этиологиялық қауіп факторларын айтатын болсақ, бізде басқарылатын және басқарылмайтын деп екіге бөлеміз. Басқарылмайтын ол ең бірінші адамның жасына байланысты. Егер де ер адамдардың жасы 55-тен жоғары болса, ал әйелдердің 65-тен жоғары болуы бұл көбінесе қауіп факторы есептеледі. Келесі бұл тұқым қуалаушылық. Ата-анасында, ата-әжесінде, туысқандарында бұл артериялық қан қысым жоғары болатын болса, ол балаларына, туысқандарына беріліп отырады, және де қоршаған орта факторлары климатқа байланысты өзгеріп отырады. Енді басқарылатын адам өзі қолдан жасауы мүмкін, яғни оны жоятын болса, давлениесі тұрақты түрде қалпына келуі мүмкін. Яғни ол гиподинамия ең бірінші. Егер адам үнемі отырып жұмыс жасайтын болса, қимыл қозғалыс аз болатын болса, келесі бұл стресс факторлары, яғни психоәлеуметтік факторлар. Яғни бұл стресс кезінде адамның қан тамырлары тарылады, нәтижесінде қан қысымы жоғарылап кетеді. Семіздік және де шылым шегу, ас тұзын көбірек қолдану, күнде негізі нормада 5-6 граммға дейін қабылдау керек. Ас тұзының жоғары түрде қабылдау қан тамырлардың жаңағы беріктігіне және де оның қысылуына алып келеді. Сосын тамақтанған кезде үнемі майлы тағамда, қуырылған тағамда, яғни құрамында холестерин көп болатын болса, сосын алкоголь және де майлы өнімдерді тұтыну болып саналады. Келесі мына кестеге мән беретін болсақ, видеоны тоқтатып оқып шығуларыңызға болады. Осы жердегі маңызды нәрсе, түсінікті тілде айтқан кезде бұның қауіпті жақтарын айтатын болсақ, артериялық гипертензия 4 органға қатты зақым келтіреді. Ең бірінші, ми жүйесі бойынша цереваскулярлық ауруларға, мысалға инсульт қалып келеді, геморрагиялық, ишемиялық деген сияқты. Келесі бұл орган жүрек, яғни инфарктқа, стенокардияға, жүрек жеткіліксіздіктеріне. Үшінші бұл бүйрекке қатты әсер етеді, және бүйректік нефропатия, бүйрек жетіспеушіліктеріне, және де ең басты нәрсе бұл көзге қатты әсер етеді. Көздің қарауытуы, көз тамырларының нашарлауына алып келеді. Мына кестенің маңыздылығы, біз артериялық қан қысымға біз диагноз қойған кезде қажет болады. Ең бірінші біз дәрежесін қоямыз, давлениесін өлшеген кезде. Келесі бұл қауіп қатер факторы, яғни риск қанша екендігін қойымыз керек. Егер 1-2 қатер ғана фактор болатын болса, жаңағы кестеде көрсетілген, мұнда ол орташа қатер риск 2, риск 1 деген сияқты қойылады. Егер де 3 және одан да көп болатын болса, және де қандай да бір органды зақымдаса, мысалға миды, жүректі, бүйректі, көзді болса, онда қауіп қатер 3-ке, 4-ке дейін жоғарылай береді. Енді біз зерттеу кезінде ең бірінші лабораториялық анализден бастайтын болсақ, жалпы қан анализі, жалпы зар анализін қараймыз. Аш қарынға глюкозаны, өткен сахар диабет ауруларында бұл артериялық гипертензия қосарланып жүру мүмкін. Сосын холестерин, креатинин, триглицерид, несеп қышқылын калийді зерттеу себебі, егер де науқастың холестерин жоғары болатын болса, ем тағайындау кезде біз статиндерді, яғни холестерин деңгейін төмендететін препараттарды беретін боламыз. Сосын ЭКГ-ға және де эхокардиографияға түсіреміз. ЭКГ-ның маңыздылығы бұл сол жақ қарыншаға көп күш түсетін болғанда, ЭКГ-дан біз сол жақ қарыншаның гипертрофиясының ұлғаюын, яғни қарыншаның қызметі күшейіп кеткендігін байқай аламыз. Сосын эходан біз жүректе қандай бір бұзылыстар бар жоқтығын, ақауларын, жүрек клапандары жұмыс жасап жатыр ма, және сымат міндетті түрде қойылады. Егер де бір науқас бірінші рет келіп тұрса, давлениесі жоғарылап шағымданған кезде біз оған давлениесін өлшейміз. Яғни сразу біз оған диагноз қоймаймыз, яғни сыматты тағайындаймыз. Сымат 1 күн бойы науқас, яғни бұл суточный мониторинг деп айтылады. 1 күн бойы науқас тағып жүреді. Сол кезде үнемі 140-90-нан жоғары болатын болса, біз оған диагнозды растап қоятын боламыз, және де қай уақытта жоғарылайды, сол уақытта дәріні ішу керектігін белгілейтін боламыз. Келесі біз
кеуде қуысының рентгенографиясы және де міндетті түрде окулист көз түбін зерттеуі керек. Гипертонияның медикаментозды емес еміне келетін болсақ, ең бірінші біз дұрыс тамақтануды бастауымыз керек. Майлы, қуырылған өнімдерді барынша шектеу, ас тұзын 5 граммнан артық қолданбау, алкогольді, темекі шегуден бас тарту, физикалық белсенділікті арттыру. Артық дене салмағынан құтылуымыз керек. Стресстен арылу және де күнделікті артериялық қан қысымын бақылап, өзінің күнделікті түрде жүргізіп отыруымыз керек. Егер сіз қаншалықты дәрі ішсеңіз де, егер осы әсер ететін факторлармен күреспейтін болсаңыз, емнің нәтижесі аз болады. Енді дәрілікке көшетін болсақ, біз бұны күнделікті бастапқы кезінде бір таблеткадан ғана ішуді тағайындаймыз, яғни 24 сағатқа күші жететін. Егер де бұл препаратқа давлениесі түспей қайта көтеріле беретін болса, 2-3 препараттар біз комбинировать етіп беруімізге болады. Негізгі препараттардың топтарына келетін болсақ, ең бірінші бета-аденол блокаторлар көбірек қолданады. Бірақ біз білуіміз керек, қай пациентке қандай препараттарды тағайындайтынымызды. Мысалға, өкпе аурулары кезде, бронхоспазм, бронхиальный астмасы бар науқастарға біз бета-аденол блокаторларды тағайындауымызға болмайды. Келесі, кальций антагонистері. Біз бұны брадикардия кезінде тағайындамаймыз, және де бұның жанама әсер ретінде, яғни побочный эффект, бұл брадикардияны шақырады. Үшінші, АПФ ингибиторлары. Яғни біз науқасқа тағайындаған кезде біз оны келесі айда шақыруымыз керек, яғни шағымдарын сұраймыз. Егер науқас АПФ ингибиторын қабылдап жүріп, жалпы құрғақ жөтелге шағымданатын болса, біз оны білуіміз керек, бұл дәрілік препараттың жанама әсер ретінде туындап жатқандығын. Келесі, ангиотензин 2 рецепторының блокаторлары және диуретиктер. Диуретиктерді біз подаграсы бар науқастарға беруімізге болмайды. Келесі, бұл статиндер. Статиндер жаңа холестерин жоғары препараттар. Холестерині жоғары болған науқастарға беріледі, және де орталық әсер ететін препараттар, вазодилататор сияқты препараттар тағайындалатын болады. Және де ең басты нәрсе, осы артериялық гипертензияның кризі болатын кездер болады, қатты шамадан тыс көтеріліп кететін, сол кезде тез арада экстерні түсіретін каптоприл препараттарын, яғни бұл да АПФ ингибиторына жатады. Бірақ біз оны күнделіктіге бермейміз, тек қана шұғыл жағдайда қолданылады, неотложкада, ал оның басқа да препараттарды күнделікті ішуге тағайындауға болады.